Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Қазақстан волейбол федерациясының YouTube арнасында бүгін тағы да кезекті шығарылым болады. Біздің кезекті қонағымыз Қазақстан ұлттық құрамасының мүшесі, Ақтөбе волейбол командасының капитаны Айбат Неталин. Айбат, сен алғаш рет Ақтөбе командасына қосылған кезде, енді сен өз мансабында тек Атырау командасында ойнадың ғой, ұлттық лигада. Ақтөбеге қайтып келген кезде мен шын білмеппін сен Ақтөбенің тумасы екен. Өзім таң қалдым, өйткені Ақтөбе ол кезде ұлттық лигада ойнайды деп ешкім білген жоқ. Бірақ сен жоғарғы лигада ойнаймын деп бір келген желаниянмен алдында бірден қайтадан ұлттық лигаға келдің. Сондай бір әлсіз команда демей қойшы, сол ұлттық лигаға дайын емес командамен сен жалпы бастапқыда Ақтөбе командасына келгенде қандай сезімде болдың? Елдар, дұрыс айтасың, келсем. Енді Ақтөбе өзіміздің туған жеріміз, мен Ақтөбенің тумасымын. Ақтөбе облысы Темір ауданы, Шұбарқұдық кенті деген жерде дүниеге келдім. Енді айтып отырсың ғой, өзің Атырауда ойнадың деп. Атырауда 13 жыл еңбек еттік қой. Бірақ енді арманым болды, өзімнің туған жеріме ойнап, Ақтөбе командасында ойнап, бір Суперлигада ойнап, ұлттық лигада жеңіске жетсек екен деген сондай ниет болды. Сол бір сәтте сондай бір ұсыныс келді Ақтөбеден, басшыларымыздан, ағаларымыздан, қазіргі Әлімбек ағамыз бар, Жансейіт ағамыз бар, ұсыныс келді. Ондай ұсынысты енді арманымыз болғасын, ойлап жүргесін, ондай ұсыныс түскесін мен бас тарта алмадым. Бас тарта алмадым да, және де өзімнің енді туған жеріме де бір еңбегім тисе екен деген, ойнасам екен деген ниет болды. Сол моментті пайдаланып, сол сәтте жақсы деп келісіп, сол жаңағы өзің айтқандай жоғарғы лигаға барамыз. Ондай бір уайым болған жоқ. Шығамыз деген ниет болды. Бір Аллаға сендік, жалпы сосын еңбектенеміз ғой, жалпы ары қарай. Солай бастаған, жоғарғы лигадан бастап, отборочный кубокке бардық қой. Содан бастап ойнап, жақсы ойын көрсетіп, финальный кезеңге өттік қой, финалдық кезеңге. Ояқта да жақсы ойын көрсетіп, жігіттермен. Содан бір ағаларымыздың қолдауымен, Әлімбек ағамыздың қолдауымен, облыс басшысының қолдауымен ұлттық лигаға шығып кеттік. Шынымды айтсам, мен ойлаған жоқпын. Маған бір сондай, қалай айтады, орысша айтқан мотивация дейді ғой, одан сайын желанием ашылып, ойнағым келіп. Енді бір адам көреді ғой, өзі көрінеді ғой, бір шеті көрінсе, содан ұстап айырылып қалмайық деген сияқты ұлттық лигаға шығып, ода барымызды салып, осы екінші жылда кубокты ұттық. Қазақстан Ақтөбенің тарихында бірінші рет. Суперкубокты ұттық. Ол да тарихта бірінші рет. Азияға жолдама алдық. Ақтөбе волейбол клубының вообще тарихында бірінші рет Ақтөбе Азияға лига чемпионовқа барайын деп жатыр. Енді футбол жарайды, футбол Европаға бұның алдынан не ойнап жүр ғой олар. Жалпы волейбол спорты Ақтөбе облысына андай сенсация ма, қалай жарып кірді ғой. Өзі бүкіл Қазақстан білет, көріп отыр. Жанкүйерлер де көріп отыр. Осындай қолдау жасап отқан өзіміздің Әлімбек ағамызға, Жансейіт ағамызға, жаңағы облыс басшысына рахмет көп қолдап, осылай біздерге демеу беріп. Осындай демеу берген кезде енді барымыз салып, еңбектеніп, дәлше больше енді ұтуға тырысамыз. Енді 2 жыл өтіп кетті ғой, сен осы шешім қабылданғаннан кейін 2 жылдың ішінде жаңа сен айтып кеткен Ақтөбе бүкіл жерде чемпион, бірінші орындарды алып жүр. Қазір ұлттық лигада да өте жақсы көрсеткіш, үздіктер қатарында. Сол кезде шешім қабылданған кезде жалпы мен қайда барам, не істеймін? Туған еліме, туған өлкеме көмектессем де, бірақ енді әрбір спортшының арманы бұл жеңістерге жету, ең үстінгі олимпиаданың үстінде болу. Басында ұтылып жатқан кездерінде команданың бір ой болмады ма? Бекер келіппін, сол Атырауда жүріп, сол жақсы ұлттық лигада бір ортаңқол күшті командалардың арасында жүруім керек еді деген бір ойлар болмады ма? Шынымды айтайын, Елдар, ондай ой, бекер келдім деген ой менде болған жоқ. Мен осы сезонның алдында ауысатын кезде адамдар айтты ғой, сен жоғарғы лигаға не істейсің, бізге келшейші деп командалар, шақырған командалар болды. Ұлттық лигада сол кезде ойнап жатқан өтірік емес, звондады,
телефон соқты, келшеш бізге деп. Бірақ өзім сондай шешім қабылдадым, өзімнің бір желанием болды уже кейін қарай кеткім келген жоқ. Отбасымда сояқта, бір жағынан Ақтөбеде, отбасымда бір влиять еткен шығар, соған қайтуға да бір жағынан влиять еткен шығармыз, влиять етті отбасыма, бала шағама, өзім туған жеріме еңбек етемін деген. Ешқандай бекерге келдім деген бір ой болған жоқ. Бір Аллаға тәуекел етіп, солай. Енді өзің көріп тұрсың ғой, қандай жағдай болып жатыр, қандай жетістіктерге жетіп жатыр. Аллаға шүкір, бүкіл условияны жасап жатыр әлмей ағамыз. Енді барымыз саламыз. Қандай возможность бар, ұтатын барын тырысып, еңбегімізді жасап, командамен бірге өзіміздің қасымыздағы жігіттерді де көріп тұрсың. Надерхан Кадерхан, Дамир Акимов, Ерікжан Букен, бәрі де чемпион болған жігіттер, амбициялары басқаша, всегда бірінші орын, екінші орында жүрген балдар, мысалы командамызда кілең чемпионский характер, ол жігіттер біздің артта өсіп жатқан өзіміздің жас балдары бар. Ақтөбе облысының жергілікті ойыншылары, мысалы, оларға да жақсы не болады, мотивация болады, оларға да спарринг партнер болады деген сияқты тренировкаларда ше. Сондай енді бір осындай керемет бір команда құрылып қалды. Енді қазір Ақтөбенің мақсаттары осы маусымға қандай чемпион болу ма деп сұрақ қойсам, басшылыққа, бас бапкерлерге, олар біз чемпион боламыз деп жауап бермейді. Бұйырғаны, Алла қаласа, сол үштікте жүрсек, бірақ та енді қалған ойыншыларды, қалған бапкерлердің қайсынан сұрасақ та биыл кім чемпион болды десе, Ақтөбе дейді. Коллективтің ішінде ондай бір давление, қысым жоқ па, біз чемпион болуымыз керек, біз мынандай составпен біз чемпион болмасақ, біз не істеп жүрміз деген бір давление, өздері қысым, өзің қысым, капитан, команда капитан болғаннан кейін сол қысыммен қалай жалпы ойнап жүрсіңдер? Жалпы енді жаңағы айтып отқандай өзің ойыншыларды көріп тұрсың ғой біздегі составты. Енді сырттан көргенде бәрі сөйтіп ойлайды ғой, чемпионский состав деп мысалы. Енді бізде ойыншыларымыз ғой, кім біледі, қай кезде қандай ситуация болуы мүмкін. Басшыларымыз айтып жатса, бұйырса деп айтып жатса ғой. Мен де сөйтіп айтар едім, бұйырса деп. Бірақ енді игроктардың, ойыншылардың бәрі іштерінен біледі ғой, не мақсатпен жүргенін. Оларға біз чемпион болу керекпіз деп, жігіттер осылай бүйту керекпіз деген, оларға не әңгіме ондай не керек емес. Олар и так сол чемпионский характер бар, чемпион болуға настрой, сондай ниетті, и соған жайлап жұмыс жасаймыз. Соған барымыз саламыз. Сондай настроймен жүрген жігіттер, оларға айтып керек емес, олар білет. Өз істерінің профессионалдары ғой, жігіттер осы Қазақстандағы, оны айтып та керек емес шығар, енді бәрі біледі ғой. Жалпы ауызбіршілігімізді сақтап, бір-бірімізге көмектесіп, жаңа алаңда бір-бірімізді қолдасақ, Алла қаласа бәрі де болады деп ойлаймын. Командаларда ондай слабый емес қой қазіргі. Өздеріңіз көріп тұрсыздар, Жайық, Жетісу, Павлодар, мысалы, бәрі де тең ойын көрсете алатын командалар, мысалы. Бәрі де бізбен бірдей. Ешқандай бір босаңсу деген болмау керек деп ойлаймын. Енді қазір неше түрлі әңгіме айтып, біз бүйтеміз, сөйтеміз деп орындалмай қалса да қиын, спортсмендер де көп ойлайды ғой. Айтқасын сөзде тұру керек деген сияқты. Сондай бір жалпы енді айтқасын істеу керек деген қасиет бар ғой енді жалпы. Бірақ енді қалай айтатын еді, асықпаған арбамен қоян алады демеймін қазақта. Асықпай, біртіндеп, сабырлы болып, ұстамды болып, жайлап, Алла қаласа алау мақсатқа жетеміз деп ойлаймыз. Енді кубокты көрдіңіздер, оңай болған жоқ. Супер кубок қандай ойын болды, мысалы Таразы деп шықтық қой, мысалы алдыңғы жылғы чемпиондар. Олардың составтары полностью өзгерген, мысалы. 3-2 қандай қиын ойын болды, мысалы. Әлі күнге шейін, мысалы, мен өзім әлі сол қатты есте қалды сол ойын. Білмеймін, енді қаншама ойын, қаншама жарыстарға қатысып жүріп қой, қанша рет чемпион болдық, кубокты алдық, мысалы. Бірақ сол супер кубок әлі есімде да, мысалы. Әлі ана жеңісіміз әлі мені қанаттандырады да, мотивация, андай күшті эмоция аласың да. Енді өзіңіз көріп тұрсыздар, сондай енді жағдай болып тұр. Бірақ барымыз саламыз,
бізді осал емеспіз, оңай шағылатын жаңғақ емеспіз деген сияқты ғой. Жігіттер командама мен сенем, жігіттерге өзімнің. Бізге ең бастысы біздің басшыларымыз сенеді да бізге. Біз де оларға барымызша сол сенімдерін ақтауға тырысамыз. Айбат, былтыр енді көрсеткіштер соншама жақсы болған жоқ, командада көптеген жақсы ойыншылар болды. Биыл көрсеткіштер бірден жоғарылады, және бұның басты себебі Ақтөбенің жанкүйерлері деп жатыр. Көптеген комментарийлер оқисың ғой, Ақтөбеде кубок болды, былтыр тур болды. Ақтөбенің жанкүйерлері болмаса, мысалға биыл Ақтөбе чемпион, кубоктың иегері болмаушы еді. Бұмен келісесің бе? Енді елдер былай қарап тұрсаң, жалпы енді жанкүйерлердің жалпы спортта орны бөлек екені бәріне мәлім ғой. Оны жасыра алмаймыз, оны жоқ деп айта алмаймыз. Бірақ енді біздің жанкүйерлердің қолдауы ерекше, әрине. Алдыңғы жылғы айтып отырсың өзің, өзіміздің жас балдармен де қандай ойын көрсеттік. Мысалы, ол кезде енді қатты результат көрсете алмасақ та, жанкүйерлер қандай қолдау жасады мысалы. Ондай қолдау енді білмеймін қай жерде болғанын ұмытпасам, бір Атырауда бір кубокте сондай бір не болған сияқты, бір есіммен естемесем, Ақтөбенің жалпы енді 13-ші сектор футболда да бар, қандай жанкүйерлер өздерінің кәдімгідей до конца сол ойыншылар үшін барын салып қолдап, мысалы, ондай әрбір спортшы ондай жанкүйерлерді көргенде қосымша күш алады ғой, энергия алады да. Сол сендердің зига-загаларында тіпті легионерлерінде өздері жаттап айтып жүреді. Сол бәрі жаттап алды ғой, мысалы, соны айтып, мысалы, каждый ойын сайын өздері барып, трибунаға барып, көтеріп, қандай керемет. Жанкүйерлерге рахмет. Біздің Ақтөбенің жанкүйерлеріне алғысымыз шексіз. Жалпы ойыншылардың атынан, өзім капитан ретінде бәріне рахмет айтамын. Бірақ енді ол жерде де ойыншыларда жақсы болмаса, результат көрсете алмаса, жанкүйерлерді өтіп не істемейді ғой, мысалы да. Ол жерде біздің команданың ойыншылары да еңбегі зор. Біздер де сол жанкүйерлерден көңіл күйін түсірмейік деп, енді облыстың атын қорғап тұрғасын, ойыншылар да барын салады да елдер. Бұл жерде қалай айтады, түсіністік, жанкүйерлер мен ойыншылардың арасында түсіністік бар. Взаимоотношения дейді ғой, мысалы. Сондай моменттерде бәрінде қолдап сөйтіп көрсеткен жанкүйерлерді рахмет, жанкүйерлерді ренжітпей жатқан біздің ойыншыларға да рахмет айтамын, жігіттерге. Керемет. Енді мысалы қайта-қайта ұтылып атсақ та жанкүйерлерге де қиын ғой, мысалы да, настроение түседі, ой қойшы деп қалуы мүмкін, бірақ сендермен жеңілісте де бірге болып жүр. Иә, әңгіме жоқ. Оған келісемін. Біздің жанкүйерлерімізге көп рахмет. Біз енді оларды алдағы уақытта да барымыз салып, жанкүйерлердің қолдауын бос қалдырмай, жеңіске жетуге әрқашанда тырысамыз, барымыз саламыз. Енді 2 жылда тек қана команданың құрамы емес, команданың мақсаттары емес, команданың да ішіндегі ойыншыларға беретін инфраструктурасы, беретін условияларды өзгеруі керек. 2 жыл бұрынғы Ақтөбенің условиялары және қазіргі таңдағы условиялардың айырмашылығы бар ма? Жалпы Ақтөбенің волейболын дамуына қазіргі бүкіл жағдайлар жасалып жатыр ма? Әрине, елдер Ақтөбе клубының енді алдыңғы жылға барғанда, мысалы біз жаңа залдың қасында кіші зал болды. Ол да енді жақсы зал. Мысалы, сода тренировка жасадық. 3 айдың ішінде жаңа зал көтерді. Жаңа үлкен өзіңіз көріп жүргенде, Суперлига матчтары өтіп жүрген қандай керемет зал салып қойды, мысалы. Жаттығу жасауға ыңғайлы, жарыс өткізуге ыңғайлы, мысалы. Ар жағында, мысалы, гостиницасы бар ойыншыларға. Гостиницасының ішін бәрін
жаңалап, мысалы ремонт жасап, мысалы сық етіп қойды мысалы. Оның ар жағына барсаң 5000 квадрат тренажерный залы бар, кроссфит жасауға болады. Не істегің келеді? Бәрі қасында жасап қойған да. Әрине ол да еңбек қой. Ол да волейболға деген сүйіспеншілік, волейболға деген дамытуға деген ниет, мысалы Әлімбек ағамыздың. Ондай көп адамның қолынан келе бермейді деп ойлаймын жалпы. Енді сондай жағдай жасап жатқасын біздің жас жігіттер де түсіну керек деп ойлаймын. Мысалы әп-әдемі зал, ар жағында тренажерный зал. Енді олар басқа жаққа шығып көрген жоқ қой. Жастар енді бірден жақсысынан бастаса, енді білесің ғой енді. Басқа жерде мүмкін жақсырақ, күштірек деп ойлайтын шығар. Мүмкін енді солай ойлайтын шығар. Біздер просто өзіміз сондай бір моменттен өткесін бе, бізге енді мен де қасымдағы жас жігіттерге айтамын ғой, балдарға. Жігіттер, осыны бағалаңдар, осы моментті пайдаланыңдар. Бүкіл жағдай жасалған. Жұмыс жасап, өздерін көрсетуге тырысыңдар. Сендер болашақ енді, сендер де алдағы уақытта. Сендер осы ойынды, волейболды көрсетіп, көтеріп, өздерін Ақтөбенің атын, Қазақстанның атын бұйыртса алға шығаратын сендер жігіттерді. Енді барымша қолдау көрсетеміз ғой енді. Сөзбен де, былай да, поддержкамен де, қолдан келген бәрін істейміз енді, Алла қаласа. Осындай енді жағдайлар жасалып тұрған өздеріңіз көріп тұрсыздар. Қандай жағдайлар жасалып жатқан. Рахмет қолдап жатқандарына басшылықтың ше. Ұлттық құрама жақында 2025 жылы біздің ұлттық құрама челлендж кубогында ойнайды. Сен ұлттық құрамадағы соңғы сөзіңді айттың ба, әлде айтпадың ба? Жоқ, айтқан жоқпын. Соңғы сөзімді әлі айтқан жоқпын. Енді ұлттық құрамада арман мақсатымыз биік. Ұлттық құрамада әлі де ниетіміз, желаниеміз әлі бар. Ұлттық құрамада ойнауға. Енді алдағы уақытта осы алдымыздағы сезонға ұлттық құрамаға шақырту алсақ, мен келсем, барым салып ойнауға барым салам. Менің арманым бар, бір қазағымыздың туы халықаралық аренада желбіреп, әнұран ойнатсақ деген ниетім бар. Және командадағы жігіттердің бәрінің ниеті бар деп ойлаймын, өзімен бірге ойнап жатқан. Бірақ көптеген комментарийлер оқысам, мына шалдар қашан кетеді, ойбай не қайтадан Айбат, қайтадан Вариводин, қайтадан Кемпа мен Прокофьевтер жастарға орын беру керек деген бір комментарий пікірлерге ренжімейсің ба? Жоқ, ешқандай ренжімеймін. Оларға да ренжудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Адам болғасын, комментарий болғасын, олар да жаны ашып, ұтқанын қалайды ғой, оларды түсінеміз. Енді бір кейбірде бір өте артық кетіп жатқан пікір қалдырып жатқан адамдар болады да, бірақ енді спортшы болғасын, ондайларға мән бермеуге тырысасың, алға қарай жылжуға тырысасың да. Бірақ енді жастар шығып жатса, әрине ойнап, барын көрсетіп, орнымызды мен басамын деген сияқты, мысалы жаңағы ұлттық құрамада опытный ойыншылардың басып жатса, біз ризамыз. Әрине жастар ойнаған жақсы, жастар көтерілген жақсы, бәрімізге жақсы. Ол себебі болашақ қой жалпы. Бұлай ұлттық құрамаға шақырту алсақ, әрқашанда дайынмын. Қасымдағы жігіттер де дайын деп ойлаймын. Жігіттермен де араласып, командадан бөлек Атырауда жігіттердің көбісінің бір ой түйгенім, Айбат Неталин мықты функционер деп айтады. Өйткені осы Ақтөбенің командасында да сен ойыншылар шақырттың, сен келіссөздер жүргіздің бір-екеуімен. Жалпы волейболды аяқтағаннан кейін Айбат Неталин бір лауазымға, бір беделді бір жұмысқа алынуы мүмкін бе? Енді ол жағын білмеймін, Елдар. Енді алдағы уақытта көре жатармыз жалпы. Енді ондай бір қатты бір бүйтіп жаңағыдай игроктарды жинап не істегенім жоқ. Бірақ жалпы енді ойыншыларды білеміз ғой, бірге ойнағасын, кімнің қандай дәрежеде ойнайтынын ақылдасып жігіттермен
өзімді командадағы жігіттермен де ақылдасып, басшылықпен ақылдасып, мысалы осы аға осылай болса осылай болады деп. осы игрок осындай системада ойналады деген сияқты бір енді бір-екі ауыз сөз айттық. Жалпы енді бір 100% өйтіп не істеп жатқан неміз жоқ, бірақ өзіміздің енді волейболымыз дамыса екен деген ниет қой елдер. Бір көмегіміз тисе, мысалы Ақтөбе қаласына, Ақтөбе облысына мысалы дамыса екен, мықты биіктерге көтерілсе екен деген, чемпион болса екен деген ой ғой, басқа ешқандай артық ой жоқ. Бірақ енді алдағы уақытта енді қалай болатынын көре жатармыз. Өзіміздің басшылықтың, мысалы Әлімбай ағаларымыздың өзінің стратегиялары бар, мысалы қандай жоспарлары бар үлкен, мысалы академия ашқысы келеді алдағы уақытта. Өзіміздің бір Ақтөбе қаласын, Ақтөбе облысын волейболдың отаны қылғысы келеді, футбол сияқты мысалы. Ол ағамыздың, мен әрқашанда ағамызға көмектесуге, қолдауға, қай жағынан болса да мысалы дайынмын әрқашанда. Жаңағындай енді қандай лауазым болатынын білмеймін алдағы уақытта, бірақ мен әрқашанда Қазақстан волейболының дамуына, спорттың дамуына, өзім енді осы волейболда ойнап келе жатқасын, мен әрқашанда өзімнің бауырларымды, командаластарымды, мысалы қазақ жігіттерін волейболын қолдауға әрқашанда дайынмын. Жалпы енді Ақтөбеден жаңағындай академия ашылып, өзіміздің ойыншылар 6 ойыншы ойнап жүрсе керемет емес пе ұлттық лигада? Өзіміздің дайындаған воспитанниктер дейді, жаңа шәкірттер мысалы. Тек қана ойнамай, және сол чемпиондыққа таласып, үшке таласып, клубтар туасы. Сөйтіп көтеріліп, ары қарай олар алып кетсе керемет емес пе? Құрамада жүрсе десе. Соны айтамын, ұлттық құрамада жүрсе, жартысы болсын, бәрі болсын, жан-жақтан осы каждый облыс мысалы сөйтіп дамыса керемет деп ойлаймын елдер. Жалпы енді алдағы уақытта мен сондай сәттілік тілеймін бәріне. Сондай даму болса екен деп. Сол кезде біздің спорт дамиды деп ойлаймын. Каждый облыс сөйтіп дамытса, жаңағындай конкуренция болады. Конкуренция болған жерде өзің білесің елдер, даму да болады. Даму болғасын интерес болады. Жаңағындай маркетинг жағын қолға алып, өзің айтасың мысалы, жаңағы әлеуметтік желіде сөйтіп дамытса, жас балдар қызықса, қызығады ғой жас балдарда, ойнақысы келіп. Жалпы қолымнан келгенше любой сферада қандай лауазым болмасын, енді барымша тырысам. Бірақ енді жаңағы бапкерлік деп жатсың, тағы да айтып жатсың. Бапкерлік енді алдағы уақытта көрерміз. Мен өзім қалай айтсам, ештеңе ол жағынан ештеңе айта алмаймын. Демек, Айбат Неталин Ақтөбе командасының клубында жұмысқа емес, тіпті федерациядағы жұмысқа дайын деп айтсақ болады. Осылайша, құрметті көрермендер, біз бүгінгі күнімізді Айбат Неталинге арнадық. Айбаттың қазіргі сәттегі жоспарлары, болашақтағы жоспарлары қандай? Демек, біз өзіміздің елімізге еңбегі тиіп кеткен волейболшыларды құрметтеуіміз керек. Оларды біз ары қарай осы волейболдың дамуына жұмыстарымызға қосуымыз керек. Ұлттық құрамаға көмектесуге дайын Айбат Неталин әрқашанда қазақтың волейболына жаны ашитын тұлғалардың бірі. Осылайша біздің бүгінгі фильміміз аяқталды. Біздің YouTube арнамызға міндетті түрде тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, пікір қалдыңыздар, және келесі болып біз кімді түсірейік, соны комментарийге жаза кетіңіздер. Осылайша біздің бүгінгі фильміміз аяқталды. Эльдар Аманбаев, Қазақстан волейбол федерациясының YouTube сайты.